Саламатсыздар ма? Құрметті білім алушылар. Кезекті дәріс сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастырылуы және қызмет етуінің конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасының Конституциясы қоғамдық бірлестіктердің құрылуы мен қызмет етуіне құқықтық негіз береді. Конституцияның 5-ші бабында мемлекетте әртүрлі қоғамдық бірлестіктердің қызметіне кепілдік берілетіні, олардың заң шеңберінде әрекет ететіні көрсетілген. Қоғамдық бірлестіктердің басты мақсаты азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени мүдделерін білдіру және қорғау. Дәрістің мақсаты Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымының ұғымын, оның негізгі қағидаларын және тарихи қалыптасу негіздерін түсіндіру, мемлекеттің саяси, құқықтық іргетасын айқындау. Дәрістің міндеттері конституциялық құрылым ұғымын ашу, негізгі қағидаларын талдау, тарихи, құқықтық маңызын түсіндіру. Дәрістің өзектілігі Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымының негіздерін зерделеу мемлекеттің құқықтық, демократиялық және саяси жүйесін терең түсінуге, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді. Дәрістің жоспары. Бірінші сұрақ. Қоғамдық бірлестіктер ұғымы және олардың конституциялық негіздері. Екінші сұрақ. Қоғамдық бірлестіктердің қызмет етуі және шектеулері. Үшінші сұрақ. Қоғамдық бірлестіктерді құру тәртібі мен түрлері. Дәрістің бірінші сұрағы. Қоғамдық бірлестіктер ұғымы және олардың конституциялық негіздері деп аталады. Қоғамдық бірлестік бұл азаматтардың ерікті түрде ортақ мақсаттарға жету үшін құрылған ұйым. Конституцияның 23-ші бабында азаматтардың бірлесу бостандығы бекітілген. Бұл құқыққа сәйкес әрбір азамат өз еркімен саяси партияларға, кәсіптік одақтарға немесе басқа да қоғамдық ұйымдарға бірге алады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 5-ші бабында Қазақстан Республикасында заң жүзінде құрылған қоғамдық бірлестіктердің қызметіне кепілдік берілетіні. Қоғамдық бірлестіктер заң алдында бірдей екендігі, мемлекет олардың ісіне заңсыз араласпайтыны, бірақ Конституция мен заңдарды сақтауды талап ететіні бекітілген. Сондай-ақ, Конституция саяси партиялардың, кәсіподақтардың, жастар ұйымдарының және өзге де қоғамдық бірлестіктердің еркін құрылуына құқық береді. Бірақ, зорлық, зомбылықты, нәсілдік, ұлттық, діни араздықты қоздыратын, конституциялық құрылысты күштеп өзгертуді мақсат ететін ұйымдарға тыйым салынады. Осылайша, қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастырылуы мен қызметі Қазақстан Конституциясында демократиялық қағидаттарға негізделген және азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызды құралы болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 23-ші бабында қоғамдық бірлестіктерге қатысты негізгі ережелер бекітілген. Әркімнің заңды түрде қоғамдық бірлестіктер құруға, оларға қатысуға құқығы бар. Саяси партиялар мен кәсіптік одақтардың қызметіне кепілдік беріледі. Әскери қызметшілерге, ұлттық қауіпсіздік органдары, құқық қорғау органдары қызметкерлеріне саяси партияларға кіруге және кәсіптік одақтар құруға жол берілмейді. Бұл бап Қазақстандағы қоғамдық бірлестіктердің конституциялық негіздерінің бірі болып табылады. Қоғамдық бірлестіктер мемлекеттік органдардан ерекшеленеді, өйткені оларда билік өкілеттігі болмайды. Сонымен қатар, олардың коммерциялық пайда табуды көздемейтіні де маңызды белгі болып табылады. Бұл мәтінді толықтырып, былай жазуға болады. Қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік органдардан басты айырмашылықтары. Билік өкілеттігі жоқ, олардың шешімдері тек өз мүшелеріне қатысты. Жалпы қоғам үшін міндетті болмайды. Коммерциялық мақсатты көздемейді, пайда табу үшін емес. Азаматтардың ортақ мүддесін қорғау үшін құрылады. Мемлекеттік аппаратқа кірмейді, олар азаматтық қоғам институты болып табылады. Ал мемлекеттік органдар билік тармақтарының құрамына кіреді. Еріктілік қағидатына негізделеді, адамдардың өз еркімен бірігу арқылы құрылады. Ал мемлекеттік органдар заң бойынша міндетті түрде қалыптасады. Дәрістің екінші сұрағы. Қоғамдық бірлестіктердің қызмет етуі және шектеулері деп аталады. Қоғамдық бірлестіктердің қызметі Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы заңымен реттеледі. Бұл 1996 жылғы 31 мамырда қабылданған қоғамдық бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңы. Осы заң, қоғамдық бірлестіктердің құқықтық мәртебесін, олардың құрылу тәртібін,
қызметінің негізгі қағидаттарын, мемлекеттік органдармен өзара қатынасын, қызметін тоқтату немесе қайта құру тәртібін белгілейді. Яғни, Конституция қоғамдық бірлестіктерге бірігу құқығын негізгі құқық ретінде бекітсе, бұл заң оның нақты тетіктерін көрсетеді. Қоғамдық бірлестіктер туралы заңның 5-ші бабына сәйкес, қоғамдық бірлестіктер азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары мен бостандықтарын іске асыру мен қорғау, белсенділігі мен ынталылығын дамыту, кәсіби және әуесқойлық мүдделерін қанағаттандыру, ғылыми, техникалық және көркем шығармашылығын дамыту, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау, қоршаған табиғи ортаны қорғау, қайырымдылыққа қатысу, мәдени ағарту, спорт, сауықтыру жұмыстарын жүргізу, тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау, патриоттық, құқықтық және адамгершілік тәрбие беру, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және нығайту. Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру мақсаттарында құрылып, жұмыс істейді. Дегенмен, заңнама белгілі бір шектеулер қояды. Экстремистік мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктерді құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген әскерилендірілген құралымдарды құруға тыйым салынады. Қазақстан Республикасы аумағында әскерилендірілген құрылымы, түрі, арнаулы айырым белгілері, гемдері, жалаулары, вымпелдері, ішкі тәртіп пен басқарудың ерекше ережелері, қаруы, соның ішінде қару іспеттес заттары бар әскерилендірілген құрамалар үлгісіндегі қоғамдық бірлестіктер құруға тыйым салынады. Басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарының діни негіздегі партиялардың қызметіне, сондай-ақ саяси партиялар мен кәсіптік одақтарды шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қаржыландыруына жол берілмейді. Азаматтардың денсаулығы мен адамгершілік негіздеріне қастандық жасайтын қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ тіркелмеген қоғамдық бірлестіктердің қызметіне жол берілмейді. Дәрістің 3-ші сұрағы. Қоғамдық бірлестіктерді құру тәртібі мен түрлері деп аталады. Қоғамдық бірлестіктер туралы заңның 10-шы бабына сәйкес, қоғамдық бірлестік Қазақстан Республикасы азаматтарының кемінде 3 адамнан тұратын тобының бастамасы бойынша құрылады. Азаматтардың қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы тікелей жеке тұлғаларды біріктіру жолымен де, саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар қоғамдық бірлестіктер арқылы да іске асырылады. Жарғы қабылданатын және басшы органдар қалыптастырылатын құрылтай съезін конференцияны, жиналысты шақыратын жеке тұлғалар және немесе саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары болып табылады. Қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары жеке және немесе заңды тұлғалар тең құқықтарға ие болады және бірдей міндеттерді атқарады. Кәсіптік одақтың құрылтайшысы болып табылуы мүмкін. Қоғамдық бірлестіктердің заңды тұлға ретіндегі құқықтық қабілеттілігі ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіп бойынша тіркелген кезден бастап пайда болады. Қоғамдық бірлестіктердің мәртебесі олардың қызмет ауқымына қарай бөлінеді. 1. Жергілікті бірлестік бір облыс аумағында жұмыс істейді. 2. Аймақтық бірлестік бірнеше облыста қызмет атқарады. 3. Республикалық бірлестік елдің жартысынан астам өңірінде филиалдары бар. Сонымен қатар, қоғамдық бірлестіктердің түрлеріне саяси партиялар, кәсіптік одақтар, жастар ұйымдары, мәдени және спорттық клубтар, қайырымдылық қорлары және тағы басқалары жатады. Қоғамдық бірлестіктер туралы заңның 17-ші бабына сәйкес, қоғамдық бірлестікті қайта ұйымдастыру, қосу, біріктіру, бөліп шығару, қайта құру оның жарғысында және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен қоғамдық бірлестік органының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамдық бірлестікті тарату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер мен тәртіп бойынша жүзеге асырылады. Қоғамдық бірлестіктер туралы заңның 22-ші бабына сәйкес, қоғамдық бірлестіктер туралы заңдарды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіп бойынша жауап беруге әкеп соқтырады.
Қоғамдық бірлестіктер туралы заңдарды бұзғандық үшін, бұған кінәлі заңды және жеке тұлғалар, соның ішінде мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары және қоғамдық бірлестіктердің басшы органдарының құрамына кіретін адамдар жауапты болады. Қазақстандағы қоғамдық бірлестіктер азаматтық қоғамның дамуына ықпал ететін маңызды институт болып табылады. Олар азаматтардың мүдделерін қорғап қана қоймай, мемлекетпен өзара ынтымақтастық орнату арқылы демократиялық процестердің дамуына жағдай жасайды. Дәріс бойынша пайдаланылған қайнар көздер мен әдебиеттер тізімі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, қоғамдық бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы заңы. Иманбердиевтің Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы атты кітабы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз